дүкеннің ішінде көріп көрейік. Жұмысыңызды бітіресіз, күніне төлейсіз. Алғашқы 75 минут дейді. Міне, өп-үлкен. Төбеден лақтырады киімді. Пештер тамақ істейтін, Мында кнопка болады, ас үйде. Өзіңізге күш түсірмей, әйеліңіз екеуіңіз көшіп кете бересіз дейді. Яғни сізге кесіп бере береді. Өзіңіз кесіп алсын деп, міне, мынандай істеп қойған. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Бүгін құрылыс материалдарын біз қайдан аламыз, сол туралы видео түсірмекпін. Әрине, бағасын да көрсетуге тырысам. Сіздер салыстырып көріңіздер бағаны. Қазақстанда қанша, Америкада қанша. Әрине, Америкада қымбаттау деп ойлаймын. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосу үшін мынандай бас бармақты басып жіберіп, каналға жазылсаңыздар, әрине, уақытты көп созбайық, дайын болсаңыздар, кеттік, барып көрейік. Міне, магазинге де келіп қалдық. Home Depot деген. Қарасаңыздар, міне, әр магазин үшін қаншама парковкада орын болады. Міне, мыналардың барлығы осы магазиннің парковкасы. Не деген, үлкен деп айтуға болады. Магазинге де келдік. Яғни аты Home Depot деген магазин. Бұл жалғыз осындай Home Depot емес. Бұның бірнеше конкуренттері бар. Lowe's деген бар. Міне, магазинге де келіп тұрмыз. Көріп тұрғандарыңыздай Home Depot деп аталады. Бұл өте үлкен дүкендер желісі. Тіпті байқасаңыздар, көріне ма білмеймін. Мына шетінде контракторлар үшін деген бөлек есік бар. Ол контракторлар деген, яғни құрылыс компаниялары. Әрине, мен де контрактор болам. Егер осындай тұрақты үлкен көлемде алып тұрсам, маған да жеңілдіктер болатын еді. Жеке адамдарға ондай үлкен жеңілдіктер жоқ. Олардың есігі бөлек екен. Әрине, оған барып көреміз. Және дүкеннің ішінде көріп көрейік. Бірақ одан бұрын, міне сыртында үлкен-үлкен техникалар да сатылады. Және сонымен бірге қарап отырсаңыздар, мынандай нелері бар, гараж сияқты, яғни далаға қоятын қойма, үйдің сыртына қоятын. Себебі бұл жақта үйіңіздің артына кез келген құрылыс салу үшін рұқсат керек. Егер мынау сияқты қойманы уақытша қойма деп аталады, енді бұны қойсаңыз, әрине, рұқсаттың керегі жоқ. Ол енді штатқа, қалаға байланысты. Әр штаттың өзінің заңы бар. Енді барып бағалары қанша, қалай екенін көрейік. Өте қарапайым құрылыс, бірақ бағасы арзан деп ойламаймын. Бағалары енді бар шығар деп үміттенемін. Жоқ әлде жоқ па? Міне, бағасы 699, $700 деп тұр. Мынандай кішкене ғана қойма. Ішінде ештеңке жоқ. Бағасы $700 екен. Міне, іші құра темірден жасай салған. Мынандай қойма бар екен, міне. Түрі біраз тәуірлеу сияқты. $9 деп бір жерде жазылып тұрған сияқты болды. Міне, 2960 тұрған дейді. 2368-ге берем дейді. Мұнаны өзіңіз жазсаңыз білмеймін. Материал қанша кететін, енді мен есептеп көрмедім. 2800 дейді. Менше арзан емес сияқты. Бірақ тұрған бағадан 15% жеңілдік бар дейді. Мен енді ең үлкенін көрейін. Мысалы, мұнан апарып қойсаңыз қанша болады екен. Бұның бағасы $580 дейді. Бөліп алсаңыз болады, айына $60 дейді. Жай қарапайым отындардың өзі мұнда жақсы ақша тұрады. Осында пакетке орап қойған. Камин жаққан кезде осы отындарды пайдаланады. Газ да осынан табуға болады екен. Мынау грильдер. Бұлардың іштен енді бағаларын көреміз. Грильдер $300 дейді. Американдықтар енді біздегі сияқты мангал жоқ, бұларда ондайға пісірмейді. Бұлар гриль деп айтады. Осындай грильдерге пісіреді. Мысалы, мына тұрған гриль көбісі газбен, әрине отынмен де бар. $350 дейді. Мынау $700 екен. Осы магазиннің сыртынан газды алып кетуге болады. Ауыстырсаңыз өзіңіз келіп $22. Егер балонымен сатып алсаңыз $68. Тракторлер. Мысалы, мынау енді біз газонды шабамыз ғой, есіктің алдындағы. Сол газон шабатын тракторлер. Мен енді ойлаймын, осы Қазақстанға осындай тракторларды арзан бағаға кіргізсе ғой деп, үкімет соған көмектессе, халық осы трактормен керемет ауыл шаруашылығы дамитын еді. Бірақ өкінішке орай, біздегілер машина жасағысы келіп жатыр, өтірік машина трактордың орнына. Ал енді мына тракторлер таратып, елге берсе, рассрочкаға немесе былай-ақ ауыл шаруашылығы қандай дамитын еді. Мына тракторлардың бағасы $2,500 ғой деймін.
2,5 мың, 3 мың доллар. Мына жерде бір сумманы көріп тұрмын. 2700 деген. Сол, менің ойымша бұл кішірек трактор 2700-2500 доллар тұрады. Мына жерде бағасымен тұр екен, иә. 2999 дейді. Сол бағасы өте қолжетімді. Мынау сәл қымбаттау екен. Бұл брендіне де байланысты. Мынау енді арзандау бренд сияқты. Бұның бағасын көре алмай тұрмын, қай жерде екен. Мында бар екен, мінекей. Осы тұрған күйде 1400. Қара, әп-әдемі трактор. Қазақстанда қанша тұратынын білмеймін, бірақ осымен қаншама дүние жасауға болады, міне. Бұлар сатылмайды, бұл аренда екен. Мысалы, мына техниканы осы магазиннің территориясынан арендаға алып кетсеңіз болады. Міне, прицебі дайын тұр, іліп аласыз да, кете бересіз, апарып жұмысыңызды бітіресіз, күніне төлейсіз суткасына. Мен енді бұл техникалардың барлығын не үшін екенін білмеймін. Әртүрлі тракторлер. Бірақ осы жерден жалға алуға болады. Яғни rental деген жазуының бәрі сол жалға беретін машиналар, тракторлар. Америкаға кетерден бұрын Алматы қаласында тұрғандықтан үйде ремонт деген сияқты құрылыс заттарын базардан алдық, басқа қылдық. Мынандай көліктерді табу қиын болатын. Яғни базардан барып құрылыс материалдарын сатып алсаңыз, сіз сол жердің таксистерімен келісуіңіз керек. Олар кейде бағаны көп айтады, уақыттары болмайды, немесе бағасына келісе алмайсыз. Көлік аз болса, жақын жерге өте көп сұрайды. Қысқасы ол бір бас ауыру болатын, иә, көлік табу. Ал қазір мұнда, міне, мына машинаны 20 долларға аласыз. Сіз магазиннің ішінен кіріп, дүкеннен құрылыс заттарын барлығын алып болғаннан кейін, мына көлікті жалға аласыз да, үйіңізге жеткізіп алып, қайтып әкеп бере саласыз. Бар жоғы 20 доллар. 20 доллар деген енді Америка үшін көп ақша емес, бірақ кәдімгі жеке өзіңіздің көлігіңіз сияқты осыны пайдалана беруге болады. 19 долларға алғашқы 75 минут дейді. Міне, өп-үлкен. Ол не деген сөз? 20 долларға 75 минут аласыз. Егер одан асып кететін болса, үстіне бір 3 доллар, 5 доллардан қосылып отырады. Рейті әртүрлі. Айтпақшы болғаным, қандай ыңғайлы. Дүкеннің сыртын толығымен аралап болдық. Енді мына дүкеннің ішіне кіріп көрейік. Дүкеннің негізгі есігі осы. Міне, мынау кассасы деп айтуға болады. Қаншалықты үлкен екенін көріп отырсыздар ғой енді. Қаныс жақтан бастағым келіп тұр. Ол күрек. Күректер, айырлар дегендей. Кәне. Мысалы мынандай күректер 30 доллар. Міне, арзан күректер бар екен, міне, 19 доллар, 20 доллар. Тіпті 14 долларға бар екен мынандай күрек. Арзан деп ойлаймын. Малға. Бұлар да сол 20 доллар, 15 доллар. Қайла. Бұл дүкеннің бір жақсысы барлығы бар ғой. Міне көріп отырсыз, светильниктен бастап шегеге дейін. Жанға керек, жаңағы обойыңыз бар. Тіпті бұл магазиннен кір жуатын машиненде, холодильникте де барлығын алып кетуге болады. Қазір оған қарай да барамыз. Былай көрсетсем, мысалы магазиннің әлі жартысына жеткен жоқпын. Міне, анау басына дейін неше қатар бар. Мынандай қатарлары бар. Бұл менің оң жағымдағы қатарлар, иә. Қанша қатар бар менің оң жағымда. Міне, былай көрсетсем, қазір сол жағым болды. Сол жағымда қанша қатар бар? Дәл сол сияқты менің арт жағымда да сондай қатарлар бар. Міне. Аралар. Бұл диволттікілер екен. Бұлар біраз қымбаттау болуы мүмкін. 250-270. Мұнда да бар екен, мінекей. 250 дейді, 169 дейді. Мына енді жапырақ үрлейтін, менің біреуімше 170 доллар тұрады, естің алдында жапырағын үрлейтін. Мынау не, үрлейтін, сондай үрлейтіндер, жапырақ үрлейтін 100 доллар дейді. Светильниктер бар екен. Үйге қоятын мынандай камералар. Мынау не, қысқасы. Мұнда міне құрылысшыларға жұмыстың жеңілдетілгені сонша. Міне, үйдің сыртына қоятын колонналар тұр міне. Мына тұрған баспалдақтарға ұстайтындар. Ағаштарды аласыз, сүргіленген ағашты. Міне, мыналарды қойып, баспалдағы істей саласыз. Ол үшін не істейсіз? YouTube-ты көресіз. YouTube-та мұнда ағылшын тілінде контент жетеді. Барлық нәрсені жасауға болады. Сол жағынан енді өте ыңғайлы. Өзінің белгілері бар, мысалы электрикал дейді. Электрик керек заттар. Мына жақта шелвинг, бұл сөрелерге байланысты. Ар жақта міне көріп тұрсам, rugs дейді.
ол енді кілемдер, оның ар жағында флоринг дейді, полға байланысты. Анау blinds деген, яғни жалюздер, одан кейін бояулар, одан кейін kitchen дейді, міне көріп тұрсаңыздар. Кафельдер міне, мысалы, мынау керегенікілер, бұлар қалай сатылады екен? Жалпы қызық үшін біреуін. $10 бір square feet дейді. Мына мысалы каминнің, басқаның төбесін қалайтын декоративный заттар, ламинаттардың түрлері. Кусогын үйге алып кетсең болады дейді, салыстыруға. Бір square feet'і $1, $1,5 әртүрлі екен. Сапасына қарай ғой енді бұлардың бағалары. Жалпы Америкада көбінесе мынандай төбеден лақтырады киімді. Қазақстанда біз жанынан саламыз ғой. Бұлар осылай төбеден тастайды. Қарасаңыз міне $700 тұрады. LG тұр. Maytag. Мыналар енді Американың кішкене брендтары. Whirlpool дейді. Төбеден лақтырады, көрдіңіз бе? Әйнекпен, әйнек емес. Американкілер бұларды барлықтары. Енді мен қазір ең арзанын табайын. Арзаны қанша тұрады? $500-ден арзан жоқ сияқты. Онда Whirlpool бар екен $500-ға. Арзанын таптым. $550 бар екен мына жерде. Мынандай түрі өте қарапайым. Пештер тамақ істейтін, иә. Бұлардың бағалары $1300, $1000 дейді. Мынандай қарапайымдарының өзі $1000-дан жоғары. Ең арзан мына түр екен $988 дейді. Мына жақта микроволновкалар. Холодильниктің мына түрі ең арзан екен. $1000 тұрады дейді бұның өзі. $570 холодильнигі бар екен. Арзан, кішкене тоңазытқыштың өзі мынандай жайы. Біз ет салғыш дейміз бұны. $330 тұрады екен. Қарапайым ас үйдің дизайндары. Бағалары жоқ екен. $2000. Мына үлкен холодильник $1200. Мына түрі $1000 тұрады екен. Мен мына дүниені көрсеткім келіп тұр. Біз енді Қазақстанда бұндайды кейін қойып жатыр ғой, бірақ бұрын көп көрмедік. Америкада бұны бұрыннан пайдаланады екен. Мынандай garbage disposal дейді. Бұл жаңағы ас үйдегі мусорды алып кететін дүние. Қолыма түсіп кетсе сақтады ғой. Бұдан қорқамыз, саусақты қиып кететін сияқты. Мынау ас үйде ненің астына орналасады. Сөйтіп төбедегі тесіктен, мысалы, тамақтың қалдықтарын, бұлар біз сияқты жаңа неге мусорға тастап жүрмейді. Бұлар соған лақтырып жібереді. Мына машинаны, мында кнопка болады ас үйде. Көтере салады, тырр деп істейді. Бұл істеген кезде мынаның ішінде көрсеңіздер тістері бар. Міне көріне ма, көрінбей ма? Мына тістері айланады да тамақты үгітіп сумен ағызып жібереді, болды. Сонда сіз тамақты састып мусорға тастаудың керегі жоқ. Яғни сонда сіздің мусорыңыз, мусоршедегіңіз сасымайды. Бұның бағалары 270-150 дейді, $99 бар екен. Әртүрлі. Менше өте қажет зат деп есептеймін. Жаңа үйлерге әсіресе тамақты састып, шірітіп, жаза лақтырғаннан гөрі турап сумен ағызып жібере салады. Бұл краскалардың түрлері өте көп. Мысалы, мынау енді ішіне краска құйылып қойған, яғни баллончиктер, краскілер банкада. Енді ең қызығы, сіз егер подбор тегін кез келген красканы аласыз да, мына жақта қазір столда адам тұрады. Сол адамға келесіз, сол подбор жасап береді. Мысалы үшін міне мына жігіт соны істеп жатыр. Мына әйел соны күтіп тұр. Міне мынандай машиналар сонымен подбор жасайды. Өзіңізден үлгі алып келесіз, сол үлгімен бұлар подбор жасап істеп береді. Мындай коробкалар өте көп сатылады. Бұлар көп көшеді ғой. Көп көшкеннен кейін осы коробка. Бір коробка $2 дейді. Бұлардың әрине недері бар, яғни размерлері дейді ғой. Әр түрлі, үлкені бар, кішісі бар. Мынандай бабылдар, ішіне ауа толтырылған пакеттер. Бұлардың бағасы $10 екен. Көшетін мынандай арбалар тұр міне. Бұлардың бағалары 70 дейді, кішілері $45, $50 тұрады екен. Мынандай не зат екен? $50 тұрады. Мынандай moving straps дейді. Сіз астынан іліп алып, иыққа ілесті, итеріп, өзіңізге күш түсірмей, әйеліңіз екеуіңіз көшіп кете бересіз дейді. Бұл жақта көп көшетін болғаннан кейін, міне осындай дүниелер бар екен. Мынандай арзан түрі бар екен $25. Қолға білек келіп алып көтере беретінде. Мына сәл ұзындау екен, арқаға ілетін. Мынау американдықтар жақсы көреді.
Жалпы бұлардың үйлері көбінесе осындай карпет дейді ғой, мынандаймен төселіп қойылған болады. Көбінесе дизайнға қарай таңдап беріп жатыр. Мысалы жаңағы карпеттің түрлері. Өсетсе әртүрлі обойлар мінекей. Мынандай инструменттер өте қолжетімді. Бағалары $80, мыналар хаскилар $50, $45 тұрады. Балғалар мінекей. Sir, can I help you find anything? Hi. Yeah, I'm good. Столдар міне $290-300 тұрады екен. Мындай ортасы әйнек. Өзі бір керемет сапалы емес. Терезелер, есіктер $1800 тұрады. Қазақстанда ғой, Қытай аман болсын дейсің, арзан. Міне Америкада баға осындай. Бірақ енді әрине табыс соған сәйкес болғаннан кейін халыққа бұл ауыр емес. Жалпы Америкада жұмыс өте қымбат. Бұлар лейбор деп айтады ғой, енді осы адам күші өте қымбат. Мысалы қарапайым бір нәрсені жасату үшін, мысалы машина жөндету үшін сағатына $45-50 есептейді механиктер, машина жөндейтіндер. Немесе мысалы кондиционер жөндейтіндер $40-35 деп есептеп жүреді. Сол үшін адамдар бұл жақта YouTube өте дамыған. Көп адам көп нәрсені YouTube-ға қарап отырып өзі жасайды. Материалдың бәрі дайын болған кезде мен оны YouTube-тан көремін да, жасай саламын. Соның қарапайым мысалы мына тұрған ағаштар. Бұлар столға арналған ағаштар. Тек ағаштың беті, столдың аяғын қандай қылып жасағыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Сізге әп-әдемі стол дайындап қойған мінекей. Әртүрлі түрлері бар міне. Тек столдың беттері ғана. Астына қандай ағаш пайдаланғыңыз келеді, пайдалана беріңіз. Бұт ретінде сөйтіп сізде дайын стол болады. Мыналары да сонда $300, $309, $250 кішіректері, $200 бар. Егер сіз ағашты алған болсаңыз, содан кейін сізге ағашта керек көлемде кесіп беру керек болса, мысалы, маған бұл ағашты 1 метрден кесіп бер, 30 сантиметрден десеңіз, оның барлығы тегін. Міне, мына жақта магазиннің ішінде осындай аралар бар, әртүрлі. Сізге алады да қажет размерді, яғни сізге кесіп бере береді. Өзіңіз кесіп алсаңыз да болады. Бірақ енді көбінесе адам келеді да өздері кесіп береді. Мысалы, мынандай ағаштарды сізге стол жасағыңыз келіп тұр, мына ағаштарды кесу керек. 20 сантиметрден, 10 сантиметрден. Қызметтері тегін, барлығын кесіп береді. Керегінше. Темір алсаңыз да солай кесіп береді. Мысалы, егер сізге мынандай рейкаларды алған болсаңыз, онда өзіңіз кесіп алсын деп, міне, мынандай істеп қойған. Ара тұр, міне. Мына араны аласыз. Өзіңіз кесе саласыз, бітті. Ағаш бұл жақта кубпен емес, штукпен сатылады ғой. Біреу $5, $6 сүргіленген әдемі ағаштар. СП, МСП сияқты материалдар. Бұлардың бір талы $22. Drywall деген гипсокартон. Біреуі $12 тұрады екен гипсокартонның. Баспалдақтар дайын. Мынандай қоршаулары. Өзіңіз жасап алсаңыз болады. Айтайын дегенім, мұнда құрылысшы болуда түк қиын емес та, себебі барлығы дайын тұр міне. Әкелесіз та тек құрау қолыңыздан келсе болды. Арнайы ештеңе жасаудың керегі жоқ. Тек құрауды білсеңіз болды. Айтпақшы міне, қазақ үйдің керегелері бар. Дайын. Міне. Алып қоя саласыз болды. Бізде міне Tool Rental дейді. Барлық инструменттерді жалға аласыз арендаға барасыз. Кез келген инструмент осында бар. Сізге арендаға береді. Мынау да құм екен мінекей. Құмның өзі $6-7 тұрады. Мынау анда блоктар. Біз не дейді, пена блок дейма, қандай сол біреуі $2, $2.25 тұрады екен. Формасы мынандай міне іші тесік. Жанынан көрсетейін. Міне мынандай 2.25 дейді. Оның үлкендегі $4 тұрады екен, мынандай үлкені. Сөзімді қорытындылап айтатын болсам, базар деген дүние жоқ әрине. Осындай үлкен магазиндер. Бұл біз келіп тұрған Home Depot магазин, яғни сет өте таралған. Барлық қалада бар деп айтсам болады, барлық штатта. Бұл магазиннен кез келген дүниені табуға болады. Өздеріңіз жаңа көрдіңіздер, кір жуатын машинадан бастап, үйіңіздің қажетті, яғни ремонтынан басқасына материалдардың барлығын табуға болады. Тіпті люстраға дейін, міне оң жақта тұр. Мысалы, бау-бақшаңызға егетін ағаштарға дейін барлығын аласыз. Машинаны жалға аласыз да $20, соған затыңызды тиеп алып, үйіңізге жеткізесіз.
көлікті қайтып әкеліп бере саласыз, өзіңіз жеңіл машинаңыз осында паркингте тұра береді, ана машинамен апарып келесіз. Баға жөнінен сіздер өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Мен кейбір заттардың бағаларын көрсетуге тырыстым. Барлығын түсірсем, біріншіден қызық болмайды, екіншіден ол видеомда ұзақ кетеді. Қаншалықты қымбат екен, егер осы салада жүрген азаматтар болса, немесе үйіңізде құрылыс жақында жүргізген болсаңыз, Қазақстанда қанша тұрады, комментарийға жазып кетіңіздер. Осы сияқты контенттер көңілдеріңізден шықса, әрине бас бармақты басып жіберіңіздер, каналға жазылыңыздар. Менің каналымда әртүрлі контенттер бар, автокөліктің бағасынан неге дейін Америкаға қалай келу, визаны қалай алу, визаға тапсыру, өзіңіз тапсыра алу деген сияқты әртүрлі контенттер бар. Соның барлығын осында көре аласыздар. Соған қызыққан, соған Америкаға кету туралы ойлап жүрген адамдар болса да, менің каналымызды жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Қай жерде жүрсек те қазақ тілінде сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман есен, сау болыңыздар.